Алейкум, әкім. Уалейкум. Сені қашан тоқтатты, қай жерде тоқтатты, соны айтып жүрсең? 25.02.2024 жылы сағат шамамен 21:20 шамасында Самара Ташкент тас жолында 99 разъездің тұсында, яғни шамамен 61 километр шақырым Қазалдан алыс жерде. Сен қандай көлікпен келеттің? Шетел автокөлігі Армения, Toyota Estima. Сақтандыру болды ма? Сақтандыру көлігі полисі бар еді. Неден, планшеттен шығып тұр, Шығып тұр, не себеппен тоқтатты, қалай болды? Машина қара тізімде бар деп айтты. Басында тоқтатқан кезде ОПМ деді ма? Короче, рейд болып жатыр деп. Сосын мен 102-ге звондадым, қандай рейд болып жатқанын түсіндіріп бере аласыз ба десем, қағаз жөнінде қолдарында болса көрсетсін деді. Қағаз жөнінде көрсетші деп сұрап едім, қағаз жөнінде жоқ, бізде осындай ОПМ болып жатыр. 102-ге звондадың ба? 102-ге звондадым. Екіден оператордың айтқаны, қолында қағаз болу керек деп, ОПМ болып жатқан жөнінде. Ондай қағаз көрсеткен жоқ маған еш. Содан кейін, короче, 592-сімен толтырамыз деді. Шетел автокөлігіне рейд болып жатыр, осындай Қазақстан азаматы айдай алмайды машинаны. Жаңа сақтандыруың бәрі жарамайды деді ма? Жарамайды, өтірік дейді. Оны қаншаға алдың сен страховканы? 75 теңгеге алдым. Мерзімі қандай? 1 жыл. 1 жыл, Енді жаңағы машинасына барған кезде барып, сен тағы қара тізімде бар екенсің деді ма? Қара, неден? Пекин патрулы тоқтатқан. Қара тізімде барсын деп планшетінен көрсетіп тұр. Мен түсінбедім ол, қара тізім деген не екенін ол. Сенде айыппұл. Төленбеген айыппұл бар шығар деді. Мен сосын соңғы төленген айыппұлын квитанциясын көрсеттім Каспийда. Осындай міне төленген деп. Сосын мақұл деді оған. Содан кейін жаңағы 592-сімен толтырамыз, осындай машина айыппұл тұрағына барады дейді. Мен айтамын, мен трассада кетіп барадым, мен қаққа барамын, мен Қазалға апарып қамаймыз машинаны дейді. Сосын мен Қазалдан қалай қайтамын, мен түн ғой, дала қыс айы, дала сол кезде минус 15 градус көрсетіп тұр телефоны. Бірақ ощущаемыз 22 деп тұр ше. Дала салқын ғой, мен қаққа барамын түн ішінде. Өзің Қызылорданыңсың, қаладасың. Өзім Қызылордан тұрғынмын. Мына жерден Қазалы деген қайда? Айдалада дейсің, 300 километр. Артқа қарай 61 километрге алып кетті ма сөйтіп? Алып кетті, айыппұл тұрағына апарып қамады да. Сосын бір намек берді ма еще? Айтады, өзің ішпедік па дейді маған. Бұл мен түсінбедім, ол қасында адамға айтты ма, маған айтты ма, мен сосын жоқ, өзің ішпейміз деді. Мен тұрамын да айтамын оған, осындай, сен Қазалға апарып қамағаннан кейін мен не істеймін дальше десем, өзің шаруамен кетесің деді. Сосын мен одан сұраймын ғой, хотя бы мен машина айыппұл тұрағына қамап тастағаннан кейін мен хотя бы гостиницаның адресын айтсам, мен жетіп алайын да десем, онда мен саған жаңағыдай төсек салып берейін, тербетейін дей ма, в общем, кекетіп тұр да мен айтамын, мен тұрғын емеспін бұяқты, мен білмеймін бұл жерді. Мен просто жолаушымын. Сен бұл не істеп жатқаның деп ше. Сонымен еще трещина деді ма еще? Сосын жолда кеткен кезде гаишник өзі ішінде келе жатыр. Сол тырсылдаған дауыс шықты да. Мән бергенде жоқпын оны. Қараңғы ғой дала. Машина айыппұл тұрағына келгеннен кейін лобовойында трещина бар дейді, оған тағы штраф жазып беремін дейді. Мен айтамын, сен жолда келіп жатқан жағдайда ол алдындағы фурадан тас ұшты ма, алдындағы кетіп бара жатқан машинадан тас ұшты ма, мен оны байқамай қалдым, мен оны ДТП деп создавать ететін болсақ ше. Өзі тем более ішімде отыр машина. Сосын мен айтамын ғой, олай болмайды. Оған да толтырып берді ма соны? Оған да толтырып берді, мен кесіппеймін деп айттым. Өйткені мен трассада келіп лобовойым жарылып қалып, сол жерде тоқтап алып, лобовой ауыстырмаймын ғой, мен жергілікті жететін жеріме жетіп барып ауыстыру керекпін хотя бы. Ол бір ощущаемый көрініп тұр ма қатты трещина? Жоқ, неге бардық қой. Содан кейін барып көбейіп кеткен болды. Басында ол вообще білген жоқ трассада кетқанда. Оған тағы айыппұл толтырып берді. Ол жергілікті жерге келіп, арызымызды жазып кеттік, осындай недоразумение болып жатыр. Мен не істей аламын басқа? Жаңа хаттамаларды 101 деген штраф жазып берді, құтты болсын бәлшіке дейді. Ол аппарат емес, маған штраф толтыратын әшін. Ол бір сергек па бірдеңе болса екен. Қазақстан полициясы менің ойымша халыққа қызмет көрсетіп, халыққа көмек беру керек деп ойлаймын ше. Барша Қазақстан полициясы құрылған жылы осындай заңды алдын алу, болдырмау және халыққа көмектесу барысында құрылған Қазақстан полициясы.